Үлкен ұлым Қазақстан танымал блогер ғой. Ләззат ханым бір ұзақ уақытқа ұлымен сөйлеспей қойыпты, себебі Тәуіржан өзінің инстаграмдағы парақшасына анайы видеоларды салып, сол сіздің көңіліңізге батып. Солай сөйлеспей қойым да менің Тәуіржанды қатты бір жазалаған болып саналады мен үшін. Бір қызды ұлым қақып кеткен машинамен, баласы қосылайықта жүр ғой деп келіп жатыр да, хаттар келіп жатыр. Саған анасымен жасты қызға барып алмақшы, анау мынау деп отыр да. Қандай адам керек сіздің ұлыңызға? Қазір көп қыздар ше, негізі сыртын сұлу жасап алады да, тазалық жоқ, тамақты істей алмайды, ыдыс жуа алмайды. Сіз менің енем болсаңыз ғой деген хат келді ғой дайректке. Қыздар болады дейді, орамалды тағады, бірақ амалы басқаша болып кетеді да. Алып тастайсың, қазір аласың деймін. Сосын мама дей береді, көп жазады. Тыңдамаймын сені, алып тастайсың видеоны. Алып таста деп айқайладым. Кентау қаласына келін болып тұрсыз. Дұрыс па? Ал енді қызықтың барлығы енді басталады. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Назарларыңызға кезекті эксклюзивті сұхбатты ұсынуға дайынбыз. Бүгін менде қонақта талантты әнші Байырбековтар әулетінің өнерлі қызы Ләззат Байырбекова. Қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Шүкір, жақсы. Әйтеуір осы сұхбатқа келіскеніңізге көп рахмет. Менің білуімше бұрын соңды осындай форматтағы жобаларға қатыспағансыз. Қатыспағам. Подкаст дегенді білмейді екенсіз жалпы. Білмеймін, бірақ бәрі сөйлеп жүрген адамдарды көп көрдім. Арасында бір-екі жазайықшы деген ұсыныстар болды, бірақ мен қабылдамадым. Сіз кішкене танымал, мықты журналист болғаннан кейін келістім ғой. Рахмет үлкен. Бұрыннан бері таныспыз ғой, жалпы концерттерде кездесіп жүрміз. Арада 10 жыл өтті деймін, қателеспесем, кездеспегелі. Біраз өзгерістер бар деп естідім. Жеке өміріңізде де, жұмыста да сол туралы әңгімелескім келеді бүгін. Сіз туралы өзім де біраз нәрсе біліп қалдым. Дайындалу барысында көрерменге де айтар ойыңыз бар деп ойлаймын. Бір байқағаным, жақында Димасқа барып келдіңіз. Анау-мынау емес, Дубайға барыпсыз. Кіші ұлыңызбен қалай демалдыңыз? Өте керемет. Үлкен ұлым Қазақстан танымал блогер ғой. Сол туристік билет алып берем деген. Көптен бері айтып жүрген. Басқа елде 3 күннен артық жүре алмаймын, 3 күнге алып бер дедім. Кіші баламның желтоқсанға байланысты демалысында 3 күнге туристік билет алып берді. Барып келіп едім. Керемет, жақсы болып қалдым. Болашақта тағы да шығып әлемді көрсем деймін. Негізі біз сізді көбінесе сол тойларда, концерттерде жиі көруші едік. Қазір бой көрсетпейсіз, шақыртулар жоқ емес бар, бірақ та өнерден алшақтадыңыз. Оған не себеп болды? Карантиннің алдында қатты ауырып қалдым да, қатты денсаулықтан айырылдым. Содан өмірім біткен шығар дедім, ешқандай ем таппадым. Сол кезде үйдегілер Қытайдан бір дәрігер келді деді, сол кісіге апарды. Сенбей барғам. Бірақ сол доктор тамырымды ұстатты, жүрегіңе қан жетпей тұр деген диагноз қойды. Жүрек қан тамырларың қысылып тұр деді. Сонда менің ауруым қан аздықтан пайда болған ғой. Сосын сенген жоқпын, 2 флакон система салып қойды. Емін алып үйге барып демалып, таңертең тұрсам, жүректегі шаншу да жоқ, басқаша өмірге деген жаңағы өмір сүре алатын сияқты бір керемет көзқарас пайда болды да. Сосын қайтадан бардым докторға, толық емін алып біттім. Содан сауығып кеттім. Мәссаған. Содан бері, сол карантин алдынан бері сол ем саласына кеттім ғой. Инстаграм желісінде де осы туралы көп жаздыңыз. Және енді жаңа ауырғаныңыз туралы айттыңыз ғой. Жүрегім ауырды, біраз емделдім дедіңіз. Шығыс медицина жаңа медиктеріне жүгіндім деп айттыңыз. Оған қоса, мен зерттедім ғой сіз туралы. Бас аяғына дейін инстаграмыңызды, тиктогыңызды, қай жерге сұхбат берді, не айтты, соның барлығын қарап шықтым. 2018 жылы жол апатына түстім деп жаздыңыз. 2 ұлыммен бірге жол апатына түстік. Сол кезде де кәдімгідей қатты қиналып қалдық, қаражаттан да қысылып қалдық дедіңіз. Және де ең бірінші көмектескен адам сол шетелдің жаңағы басқа мемлекеттен келген медик, шығыс медицинасының көмегімен аяғыма тұрдым деп тағы жаздыңыз. Ол кезде шынында да жол апатына 2 ұлыммен бірге үшеуміз қатты түстік. Алматыға жаңа көшіп келген кезіміз болатын. Ең алғашқы Алматыдағы балам 18-ге толып дипломын алған жылы, енді жаңа блогерлікпен танымал болып келе жатқан жылы балам рөлде отырды. Сонда жол апатына түсіп, Алматыда әлі алған, үйімізді әлі алмаған едік. Пәтерде жүргенбіз.
сондай қиынды күн болып қалған, есіме түсіп жатыр. Жазған екем ғой Инстаграмға. Жаздыңыз. Сол кезде ол тығырықтан шықтық, аман қалды, бір қызды ұлым қақып кеткен машинамен. Сотта, сонда ешқандай туыстан ақша сұрамадық, бірақ қағылған қыз бізден ақша сұрағаннан кейін Жанболат пен Жазирадан көмек ретінде ұлым қарызға ақша алды да, соны 1-2 жыл төлеп құтылды кейін. Сөйтіп сотта да ұлым жалғыз өзі 18 жасында өзі жауап беріп, сөйтіп бір сынақтан өткеніміз. Содан кейін барып ауырды мен. Содан кейін қатты құладым. Сонда жаңаға шетелден келген дәрігер, Қытайдың дәрігері ғой, Қытайдан келген қазақ кісі. Сол кісінің емінің арқасында сауығып өмір сүріп жүрмін, енді өлетін шығарым деп ойлаған. Ауыр жарақаттар болды ма сол кезде? Ол авариядан ауыр жарақат бізде болған жоқ, қағылған қызда болды. Соның еміне жаңа балам кішкентай болса да өзі достарынан ақша жинады. Досы бұрыннан көп болатын, бірақ бір досы ғана көмектесті. Қазір ол досы марқұм болып кетті, жатқан жері жайлы болсын. Сонда балам айтамда, жас кезіңде сынақ көріп тұрсың, сотта да өзің тұратын болдың деп, сотта сөйлеген бұл жаңағы Тәуіржан деген балам. Сол біздің Алматыға келгендегі ең алғашқы ауыр сынағымыздың бірі болды. Бірақ одан кейін мен құладым, жаңағыдай ауырып құлаған кезде, дәл қазір жұмыс істеп отырған медцентрдің бас дәрігері мені сауықтырған адам. Саған өмір қалай, алма-кезек. Енді сол қазір медициналық орталықта қызметтесіз, басқарасыз, сіздің қол астыңызда жұмыс жасап жатқан кісілер өте көп екен, және де қайтадан қайталап айтайын, Инстаграмда ақтарып қарасам, біраз жылдан бері айналысып келесіз осы іспен, Қазақстанның біраз қалаларын аралаған екенсіз, үлкен кісілердің де, жастардың да, балалардың да тілектерін, жақсы сөздерін, дұғаларын, жаңағыдай баталарын естіп жүрген адамдардың бірісіз. Жалпы емделіп шығуына себепкер болған адамсыз деп айтсам артық болмайтын шығар. Сол тәжірибеңіз туралы айта кетсеңіз, қазір немен айналысасыз? Массажда оқыған екенсіз өзіңіз. Мен сол карантиннің алдында жаңағы бір сынақтан өтіп, енді Астанадағы үйімізді сатып, Астанадан, Алматыдан кішігірім бір ескі үй алып, тойға шығып ән айтып ақша тауып жүрдім. Бірақ ортам жоқ, араласатын. Содан кейін балам айтты маған, бір кішкене денем қимылдау керек сияқты, мен үйде отыра алмаймын дедім да. Ең болмаса пол жуатын жұмыс болса да мен істеймін, маған ұжым керек деп айттым. Балам сенген жоқ. Қызық екес, бір тойға барып $1000 аласыз, тыныш демалып жатпайсыз ба деді. Ол кезде баламның табысы онша жоқтығын, енді көтеріліп келе жатқан кезі. Жаңа қаралым саны енді көтеріліп, әлі қатты атақты болмаған кезі. Сосын мен сонда да тыңдамай бір жерге барып, пол жуатын жұмыс болса да істеймін, өйткені денем қимылдау керек, адамдармен араласуым керек дедім. Әнші болсам боламын, Золушка сияқты кешке жарқырап тойға шыға салам, әдемі көйлегімді кием, күндіз мен жыбырлап жүруім керек дедім. Сөйтіп жүрген кезде ойыма массаж оқуға келіп, бір досым массаж оқытады екен. Соған бардым да, кіші ұлымды ертіп алып бардым, кіші ұлым жатады, мен массаж жасаймын, оқытады ұстаз. Сөйтіп қызыл дипломмен бітірдім массаж оқуын. Керемет. Сөйтіп уже ақшамыз азайып жатыр үйде. Карантин болатын сезген жоқпын негізінде. Үйде соңғы бір ақшам қалды, той бітетін кез ғой. Қыс кезде той аяқталып, сұраныс төмендей бастағанда, қалтамда бір 200-300 мың теңге ақшам қалған. Соның 120 мыңына 2 массаж кушетка алдым, бірінші. Содан кейін бір кабинет алдым арендаға 50 мыңға. Сонда балам, не болды сізге соңғы ақшаның бәрін құртып, деп тағы да балам айтты. Сосын мен айттым, мен пол жуғанша массаж жасаймын адамдарға дедім. Пол жуып жүрген саған ұнамауы мүмкін ғой, сен сенбейсің ғой дедім. Сосын балам оған да ренжіді, массаж кабинетті алып арендаға, массажист қыздарды алып қасыма, ішін тазалап жасайын деп таңғы 6-да кетем, қайтып келем. Сөз жүрген, мама қызық адам екенсіз, ұйықтамайсыз ба, демалмайсыз ба деді. Сөйтіп жүрген кезде ауырып қалдым. Сол кезде докторға бардым ғой жаңағы. Доктор мені емдеп сауықтырды да, сосын мен массаж кабинет ашып жатырмын деп едім. Мен де Қазақстанға жаңадан келе жатқан адаммын. Мен де болашақта үлкен ғимарат аламын. Кабинетіңіз сол жерге көшір деді. Сонымен, мен көмек сұрап тұр ғой бұл кісі дедім да. Жарайды деп келістім. Содан бірге
сол кісімен бірге алғашқы ғимаратты арендаға алып бірге бастадық. Сосын мен өзімнің кабинетімді ғана басқарып сөйтіп жүрдім. Сонымен халықпен сөйлескенім, инстаграмға адамдар сауыққан инстаграмға сала бердім. Сонда докторға айттым, сізге де инстаграм ашайын ба деп едім. Ол кісі айтты, керек жоқ, бұл жақта клиенті жоқ, пациенті жоқ адамдар ғана салады екен, маған инстаграм керек жоқ деді. Жарайды дедім да, тек массажға келген адамдарды салып жүре бердім. Парақшаны осы блогер балам ашып берді, атын емдеу орталығы деп өзі қойып берді. Балам, кәні сізді сауықтырған адамды көрейінші деп келді, тексерілді. Балам жас еді ғой, 18-19-ға кеп қалған. Тексерілді, тамыр ұстатты да, диагнозды тура қойған. Естігенде, мама шынында да мықты доктор екен. Енді инстаграмда одан сайын жандандыруға болады. Жұмыс істей беріңіз деді, парақшаны ашып беріп қойды. Сөйтіп, менің емдеу орталық парақшамда адам саны 20 мыңға жеткен кезде, доктор, маған да ашшы деді ғой, телефон. Көрді дейсіз ғой сосын нәтижесін. Ләззат, маған да ашшы деді ғой. Түсінді да, халықтың алғысы, батасы күнде кетіп жатыр. 5 күндік ем береді, бәрі сауығады. Өзім қалай ауырып барып, қалай сауықтым, келген халықта солай сауығып, алғыс ала бастадым. Өзіңіз үнемі күліп, позитивте жүресіз ғой, жалпы қанша сынақтан өтсеңіз де, өзіңіздің бір жақсы жылы энергияңыз сол кісілерге де көмектесетін сияқты. Сол сөзді бұрын қабылдамайтын, енді қабылдадым. Енді мойындадым десеңізші. Биыл мойындадым ше. Осы уақытқа дейін ше сіздің бет бейнеңіз үшін келеміз. Сіздің дауысыңыз, сіздің сөзіңізбен, сіздің жарнамаңызбен келеміз дегенде, жоқ, мен емес қой, доктор мықты ғой деп қабылдамай жүріппін да. Биыл қабылдадым. Өйткені биыл психологияның қатты көп терапияларын өтіп, көп психологтармен жұмыс істеп, өзімнің өткен өмірімнің көп сұрақтарын жауабын алдым. Сөйтсем, мен бала күнімде өзімді ақ халатпен елестететімін ғой. Мен соған келіппін. Менің анамның арманы мені емші болу, дәрігер болу екен ғой. Соны бұрын анам айтса, қойшы, мен емші болмайым, дәрігер болмайым дейтімін ғой. Анамның тілегі екен. Оның да жауабын биыл таптым. Керемет, көрдіңіз ба? Қаншама жылы сөздерді алғыс алып жатсыз халықтан. Жаңа енді сұхбат басталмай жатып та сізбен сөйлескен болатынмын. Осы орайда сұрағым келеді. Көбінесе енді үлкен кісілерде, қарт адамдарда, жастарда келеді ғой. Қазіргі таңда көбінесе қандай аурулармен келеді, қандай мәселелермен келеді? Қазіргі кезде көбінесе жастар ауырып жатыр негізі. Көп 3 жасар, 4 жасар, 5 жасар бастап. Өйткені бәрінде негізі ауру баста болып тұр ғой проблема. Ғасырдың дерті осы бас. Стресс деп айтады ғой енді. Орысша стресс деп айтады. Жер беті бұзылды, жерден шыққан тамақ бұзылды. Оны жеген адамда, балада, мысалы баланы туатын анада бүкіл денеде витаминдер жоқ бұрынғыдай, витамин жоқ. Сондықтан ана бала басында адамда 2 ми болады дейді. Мен уже дәрігердің қасында отырып, дұрыс қой, дәрігер болып кеткен сияқтымын. Адам басында 2 ми болады да, үлкен ми, кіші ми деп айтады. Сол миға жаңағы не жетпейді ғой? Глюкоза жетпейді, кислород жетпейді. Ішкен жеген тамақ миға бармайды. Содан ми дұрыс жұмыс істемеген екен, одан келетін бұйрық сигналдар дұрыс болмай, балалардың тілі жоқ болып туылады. Көздері көру қабілет, құлақ естімеу, бәріне 2 мида бастағы. Сондықтан мен балаларыма да айтам, таңғы тамақта обязательно ішіңдер, өйткені адам ұйықтағанда қан айналмайды да, и жүрекке, миға қан бармайды, кислород бармайды. Тұрған кезде көп адам басы ауырады. Сондықтан енді өзімде қаным аз болғандықтан осылай ауырып барған адамын. Негізгі мәселе сол бастағы 2 ми сақтау ғой. Оның үстіне жаңа телефонды көп қарайтын заман болды. Негізгі аурулар бастан. Бір мысал келтірсеңіз болады, осындай бір кісі келген еді, осындай бір нәтиже көрдік деп. Мысалы жақында ғана бір әйел келді, құлағына бір жара шыққанда, ол әйелге рак деген диагноз қойған, жаман ауру деп, құлағыңды ішінде несін кесіп биопсия аламыз, жаман ауру ма жоқ па тексереміз деген, бірақ алмай тұрып кетті, ол дұрыс болды. Ана жараны шұқыламай тұрып келді. Дәрігер тексергенде тура табады. Оған халық рентген адам деген ат қойды биыл. Рентген адам деген аты бар қазір. Сол дәрігердің? Соны ана тамырын ұстағанда аға айтты. Сенің құлағыңда жара жаман ауруға жатпайды.
десе, сонда да сенбейді, бүкіл туысы сенбейді, бәрі стресске батып кеткен. Сосын доктор оған 5 күндік система салды, ана дәріні жиыратын. 5 күндік система салды да, бірақ адам жаман ойынан арыла алмай тұр. Доктор оған айтты, сіз жаман ойдан арылмасаңыз, соған барасыз. Ал мен сап көрейін енді, мен құдай емеспін ғой дейді, емдеп көрейін деп 5 күн система салды, бірақ анау бүкіл туысы сенбей тұр, әлі жаман ауру деп ойлап тұр. Соны Қытайға алып бардым, Қытай докторына апардым, кіргіздім. Қытай доктор жараны көрді, сен рак емессің, тері бөліміне бар деді. Тері аурулар бөліміне бар деді. Тері ауру бөліміне барды, түтін сияқты бір спиртке мақтанып батырды, бір түтін шықты, құлағын жараны 10 минутта алып тастай салды. Мәссаған. Мен бақытты болып қайтты. Ондай кездердің куәсі көп болдым. Негізі шынымен де дұрыс айтады ғой, қандай маман болса да, барлығы адамның өзінің ойлауына байланысты. Психосоматика, өзің жақсы ойласаң, жақсы болады, жаман ойласаң, мүмкін өзіңе қарай тартып аласың соны деген сияқты. Сосын бізде бір хадис бар. Не ойласаң соған, неден қорықсаң сомен сыналасың деген бар. Миға жаман ой келді ма? Жоқ, ондай емес деп арылып кету керек екен. Менде бұрын қорқыныш бәрі болған, менде қорыққам да, өлгім келген кездер болған, думкаға түсіп, қараңғылыққа түсіп, сондай өмір болған. Ал қазір мен өзгергем. Қазір енді өзгергеніңіз көрініп ақ тұр. Ал сол кезде күйзелісте, депрессияда болған сәтте сізге қол созып көмектескен жандар аз болмапты. Енді арамызда бар дедіңіз, біреулер жоқ қазір енді өкінішке қарай. Сол сәтте сізге кім көмектесті? Қандай мәселе болды сіздің ойыңызда? Жаңағыдай күрестім деп айтып жатсыз ғой, өз-өзіңізбен. Күрестім. Қалай күрестім мен? Ал қазір мен сондай бір уайымға бата бастағанда, негізінде имандылық көмектесті ғой көп. Отырып, кәдімгі жайнамаздың өзі күшті көмектесті ғой. Намазға отырғанда, Құдаймен тікелей, Аллахпен тікелей байланысасың. Қиналған күндері негізі сау кезде алғыс айтып, шүкірлік айтып жүру керек екен. Мен соны түсіндім. Қазір кезде енді сондай болып жатса, тағы да иманымды арттырам, шығып кетем. Сосын көп қимыл, сосын танымайтын адамдар көп көмектеседі екен. Жақыныңнан гөрі бөтен ортаға кетіп қалу керек. Оныңыз рас. Мысалы, шипажайға барасың, бөтен адамдарда еще уақытылы тамақ, бөтен адамдардың әртүрлі тағдырларды естисің, сонда өзіңнің сынағың ойыншық болып қалады ғой олардың қасында. Мына менің жұмысым негізі точно шүкірлікке әкелетін жұмыс болды. Мен қатты көзім ашылды. Өйткені үйде туысқаныма ренжіп келіп қалып жұмысқа отырғанда, менен де жаман тағдырларды естігенде, мен не үшін ренжуім керек? Мен саумын ғой, мен балаларым сау ғой, деп тез жиналып алам. Сол үшін бұл жұмысты Құдай маған осындайға алып келген өте қуаныштымын, шынында да. Қызық, Уақыт өте келе көп нәрсеге көзқарасымыз өзгереді. Бұны мен жайдан жай сұрап жатқан жоқпын. Айттым ғой, инстаграмыңызда қарап шықтым. Көрінеді. Жазбаларыңызда кәдімгідей түңіліп жүрген адамның сөзі сияқты, жаңа қорқыныш, реніш, өкпе туралы көп жазған екенсіз. Бір айда 3-4 жазба пост қалдырған екенсіз. Бұрындар енді айтып жатыр ғой. Қазір өзгеріс бар ма? 14-ші жылы, 15-ші жылы, 18-ші жылы жаза беріпсіз да. Мен ол адамға ренжігенмен, ол адамның ештеңе болмайды. Керісінше мен ауырады екенмін деп, сол бір сөзді қайталап жаза беріпсіз. Енді қазір мынандай сұрақ қойғым келеді. Ақырындап енді өнеріңіз туралы да сөйлесеміз, өзіңіз туралы да сөйлесеміз. Көп балалы отбасыда дүниеге келдіңіз, 7 қызсыздар, ағаңыз бар, ініңіз бар, жалпы 9 бала бар екен сіздің отбасыңызда, ағайындыларсыздар. Одан кейін сіз журналистика факультетінде оқыған екенсіз. Бала күніңізде анаңызбен қатар өзіңіз де медик болуды армандаған екенсіз. Нәтижесінде сіз әнші болып кеттіңіз, айтыскер, ақында болдыңыз. Әйтеуір жан жақты болып жүрген екенсіз. Қазір медицина саласында жүрсіз. Енді журналистикада оқыған екенсіз, неге журналист болмадыңыз? Журналистикада оқып жүргенде бізге ағайлар айтатында, журналисттің жұмысы қиын, неге түстіңдер қыз балалар деп айтатында ұстаздар. Сонда жынымыз келетін. Мен негізі филологияға түсіп тұрып, журналистикаға ауысып кеткен адаммын да. Сонда ұстаздарымыз, қыз балаға лайықты жұмыс емес журналистика.
кетсеңдер қазірден кетіп қалыңдар, күйеулерің кейін сендерді жібермейді, сұхбатқа да ана қалаға мына қалаға жібермейді деп айтатын ғой. Негізінде филологиядан журналистикаға атақ үшін ауысып кеткем ғой. Журналистен аты үшін. Ұнады ма? Танымал болайын дедіңіз ғой, иә? Халықтың алдында жүрейін деп. Қарашы енді, журналистиканы оқып, бітіргеннен кейін қоғамдағы журналист болған екен, қоғамдағы нені көріп қоя беретін болып кетеді екенсің да, келеңсіз нәрселерді. И жаның ауырады екен да. Қазақстанда қоғамда болып жатқан, неге ондай? Неге біздің елде өз қазағымыз істемейді деген сияқты, неге қадірін түсірмейміз деген сияқты бір келеңсіз нәрселерге жаның ауыра береді екен. Сонда ұстаздарым айтқан рас екен ғой, болсам мықты журналист болуым керек, болмасам қоюым керек дедім да. Сөйтіп неге оқыдым деген сияқтыны мен де кейін бітірген соң айттым. Бірақ енді ризамын журналистика оқығаныма, өйткені барлық салада жұмыс істеуге болады екен да. Қазір мысалы медицина саласында жұмыс істеп жүрмін. Дәрігерлермен бірге эфирларға қатысам, сұхбаттарға шығам. Дәрігер, қаншама массажистер, осы ем жолындағылардың бәрімен қатар отырып, денсаулыққа байланысты нәрсенің бәрін айта аламын. Пайдасы тиді дейсіз ғой? Пайдасы тиді. Егер мен осылай журналистика бітірмесем, кез келген адамның жан дүниесін түсініп, сұрақ қоя алмас едім. Қазір ауруға, мысалы, бүгін аурулар кетті. 5 күн ем алды. Бәрі сауыққанда, бәріне қандай аурумен келдіңіз? Жақсардыңыз ба? Деген сияқты сұрақты қоюдың өзі кез келген майбилографтың қолынан келмейді. Қанша майбилографқа айтам, бар, отзывал деймін де, ала алмайды. Өзім сұрасам, сарнап айтады ғой. Коммуникация дейсіз ғой, иә? Өте керемет. Және де менің білуімше, сіз сол журналистика факультетінде оқыдыңыз, бітірдіңіз, сол жақта болашақ жолдасыңызбен таныстыңыз. Егер де дұрыс болмаса, түзетіңіз, Кентау қаласына келін болып түстіңіз. Дұрыс па? Ал енді қызықтың барлығы енді басталады. Ләззат ханым қандай келін болды екен? Неше жаста? Мен 4-ші курсты бітіре салып, келін болдым Кентау қаласында. Келін болғанда, бірақ ол жақта тұрмадық. Осы Алматыда тұрдық. Алматыда тұрдық. Ал мен Түркістанда жүргенде, университетте жүргенде, жаңағы әншілікпен де танымал болып, менің сенің жүрегің, ах, менің жүрегім, ах деген әнім кассетамен тарқалып кеткен кез ғой, жұлдыз болып қалған кезім ғой. Жұлдыз сезініп кеткен кезім ғой өзімді. Сөйтіп танымал болып кассетамен ол кезде. Сондай әнім тарқалып, сосын Түркістан қаласына Назарбаев келсе, мен шығатымын қазақша мен арнау айтатынмын. Айтыскер болғам ғой. Басында мектепте айтыскер болғым келді. Айтыскер болып жүрдім. Бір айтыстан қайтып келе жатып аварияға ұшырап, содан кейін айтысқа шықпай қалдым. Домбырам екіге бөлініп кетті. Жақсы көтеріліп келе жатқам ақындық жағынан. Яғни сіз әншілікті басталған кезде, сол кезде таныстыңыз ба жолдасыңызбен? Жоқ әлде бір факультетте оқыдыңыздар ма? Жоқ, студент кезде таныстық. Ол 4-ші курста оқып жүргенде, мен 3-те. 4-те тұрмысқа шықтым. Бірақ Алматыға алып кетті, Алматыда тұрдық. Сонда жаңағы әкем марқұм. Бітті, сойге кірдім, бітті, байланыс бәрі үзілді, еш нәрсе жоқ. Әкем, қызым торға түскен торғайдай болды ғой деп айтты ғой мен достарыма. Яғни сіздің өнеріңізге шектеу қойды ма? Мен ол кезде былай сөйлейтін адам емес едім. Үндемей қалған. Егер қазіргі Ләззат болсам, мен мүмкін. Ол кезде вообще анандай. Бұрын қыз кезде, бала күнде сөйлемейтін. Тіпті білесіз ба, мен ән айт десе, Жазирамен бірге ән айтуға әрең шығатым, ұялатымын. Жазира бала күннен кеттік ән айту, қыздар жүріңдер, біз дуэт болғамыз ғой. Жүріңдер десе, мен барғым келмей, әншілікті мен қазаққа жат, ұят нәрсе. Ол кезде кеңес заманында әншілер ішкіш болған, алқаш болған деген миыма құйып алғам ғой, сонда ақпарат. Әнші болмайым деп, ең болмаса ақын болайыншы деп әкеме айтысқа шығып кеткен ғой. Бірақ қараңызшы, бұл да психосоматика ғой. Ән айтуым керек екен да. Әншілік ұят деп жүріп, 2-ші курста 2 безімнен айырылғам. Сонда қазір енді біліп отырмын да, егер мен сол кезде сол ұят дегенді жеңіп, ән айта бергенде мүмкін шында да басқаша болар. Мен 2 безден операциямен кесіліп алып тастаған. Қатты ісіп іріңдеген. Деп тұрып ашып, операциям 2 безім алынған. Сосын әншілікті қалай жалғастырдыңыз? Мүмкін болды ма? Сонда қараңыз енді бүтіп
әртүрлі айтып кеттім ғой. Мен айттым ғой, өткен өмірім қателіктері жауабын биыл таптым деп тұрмын ғой, психологиядан да. Ән айтпайым, жоқ деп адамдар айт десе, ұялып, ал Жазира батыл бұрыннан, менен 1 жас кіші ғой, ол айтып жүрді. Енді ән айтпайым, әншілік жаман, ұят, бәрі дұрыс қарамайды деген ой қалыптасып, айтысқа шыққам. Айтысып көтеріліп жақсы болып келе жатқан авария болдым да. Бір аяғым балдақпен жүріп қалғам, домбырам 2-ге бөлініп кетті. Одан кейін келін болып түстім, әншілік тіпті болмай қалды. Безден айырылдым. Кейін балалармен айырылысып Астанада жүргенде, журналистикадан 30 мың теңге зарплата, айлық жалақы. Не істеуім керек? Құдай, енді балаларым қалай асыраймын, қалай өмір сүрем? Үйімізде жоқ деген кезде, 1-2 жерге ән айтсам, қазақша, күшті қабылдайды Астананың халқы. Астана ауылды жерлеріне барсам, вау, керемет, қазақ тілінде сөйлейтін қыз, той жүргізіңізші деді. Той жүргізем, ақша. Снегурочка болыңызшы дейді. Снегурочка болып қазақша ақша табам. Сонымен тамадада болып кеттім, әнші де болып кеттім. Сонда айтам, қазір Құдайдан кешірім сұрайым. Әнші болмайым деп, бірақ бәрібір Құдай мені ән арқылы өмір сүруіме алып келді ғой. Қалай сұрақ қойсам да, өміріңіздің сол кезеңін есіңізге алғыңыз келмей ма, білмеймін. Жаңағы Жазира ханымның әні еске түседі да, бұл да, тордағы бұл едім деген сияқты. Тордағы бұл едім, я. Қалай өтті сіздің келіндік өміріңіз? Қанша жыл отастыңыздар? Енді Алланың берген ұлдарыңыз бар. Келіндік өмір деген бар ғой, қатты болған жоқ қой. Ойде жаным қысылады, кетіп қалам, үйдегілер қайтып апарып тастайды, кетіп қалам, қайтып апарып тастайды. Енді енем, енді бар үйге бардым, ақшалы үйге бардым. Тамақтың тұзы кем болып қалса да 3 күн көрінбесін, енді біреуін жаман мінез айтпаймын дегем. Жоқ, енді өзіңіз әлі бала келінсіз ғой ол кезде. Бала келім ғой, я. Содан енді жаным қысылды, бірақ ше, ақырында кеттім ғой енді. Мен басында өзім қарапайым отбасынан шыққам, ақшалы үйге бармай, өңкей ақшалы байлар мені келін қылғысы келетін. Сондай отбасының балалары келін қылғысы келеді. Бірақ мен семьям қарапайым ғой деп, ондай үйге келін бола алмайым деп қашатымын. Бірақ бәрібір соңында ақшалы үйге түстім. Мен төмендетеді, бірақ ол жаныма батады. Сонда бар ғой да, ақшамен бүкіл бауыр туысқан ағашыма дейін енем қаратып алады да. Бірақ әкем жатқан жер жайлы болсын. Әкем бір сөз ғана көмектесті ғой, сол үйден кетуіме ше. Содан кеттім. Кеткенде бар ғой, бір халатпен шығып кеткен адамын, дүние ешнәрсе алмай. Түрмеден шыққандай сезілді ғой, рухым қысылған сияқты да. Негізінде мен қиналып, жаңағы тамақтан қиналып, астма ауруына ұшыраған кезде намазға жығылдым. Тек қана көмектің бәрін намазда Құдаймен сөйлесіп, былай ішкі жан дүнием тыныштығын тауып, сөйтіп жүретін амалды таптым өзіме. Сонда былай жазылған ғой, енді біреудің жаманын айтпаймын дегем. Сондықтан сіз жылы жауып қоясыз деп жатсыз ғой да, келіндік өмір енді келіп кету, қандай удар, ойлап көріңізші. Енді оны басынан өткергендер ғана түсінеді. Жақсы боламыз деп қайталып кетем, бір келіп кетіп жүріп, шашырап жүріп, сөйтіп жүрген өмір болды. Қанша жыл отастыңыздар? Отасқанда заң жүзінде 2-ақ жыл шығар, көп болса. Неге заң жүзінде деп бөлек айттыңыз? Әлде өйткені заң жүзінде жібергенмен бәрібір қайта алып кете береді. Қай қалада жүріп алып кетеді ғой. Бірақ әкем түсінді ғой, мен жаным жатқан жер жайлы болсын. Әкем айтты ғой, мен көмектесем балаларына қарауға, баласына жұмысын істе деді ғой. Тәуіржанды дүниеге алып келген кезде жасыңыз 21-де. Болды, я? Қазір жастарға да айтам, бірінші үйленгенде ше, баланы қатты күтпейді ау деймін. Өйткені ана үйге сіңісуді ойлайды, үйін ойлайды, үйтіп жүргенде іште пайда болған баланы онша ойланбайды сияқты, мен де ойламағам. Сол кезде де жылап жүріп, сондай қиналып жүрген баланы ойламайды екенсің да. Сөйтіп өмірге келген ғой. Есімі ерекше кім қойды? Оны енем қойған, енемнің анасының аты ғой деймін. Тәуірше деген апасы болған, сол атынан қойған.
Қазір Инстаграмда көбінесе Тәуіржан емес, Гуджан деп танылған ғой енді. Гуджан деп танымал болып жүрді. Кейін жақында бір бағдарламаға шығып, шын атын айтып еді, бүкіл жаттап алды ғой Тәуіржан деп. Енді Қазақ бағдарламасына. Жанды жеріңізге қатты батырып сұрақ қойғым келмейді. Жылы жауып тастай салайық, енді сол жеке өміріңізде болған қиындықтар туралы. Не үшін мен қатты айтпайын деп тұрмын. Айтсам, біреудің жамандығы айтылып кетеді да. Сосын мынандай нәрсе бар екен. Өміріңнің жаман сәттерін айтсаң, маңдайыңа қайтадан жазылады екен. Сондықтан жаман жағын көп айта бермеу керек. Ол да жақсы емес. Кім ажыраспай жатыр қазір? Кімге қызық сенің деп жылап жүрген өмірің? Керісінше шыққан сәттеріңді айту керек сияқты. Енді бәрібір ол кезде бала келін болдыңыз ғой, өзіңіздің қателіктеріңізді қазір де түсініп жатқан шығарсыз. Былай болғанда былай жасауыма болушы еді деген сияқты. Енді қазір есейе келе, көре келе, тәжірибе жинақтай келе түсінесіз ғой. Енді Алла қаласа өзіңізде ене боласыз. Қазір 2 ұлыңыз бар. Тәуіржан туралы енді сөз қозғап жатырмыз ғой. Қазір отандық бағдарламалардың біріне қатысып жатыр. Үміткер болып барған екен. Енді ашық айта берейік, елдің барлығы біледі ғой. Қосылайық жобасына бір қызды ұнатып үміткер болып барған екен. Енді шет жағасын әлеуметтік желі арқылы көрген болатынмын. Ол қыз бұрын соңды тұрмыста болып ажырасқан екен. Менің білуімше. Сізден де сұрапты да, мама көрдіңіз ба, қалай сізге деп, әйтеуір Инстаграмға салыпты да сондай видеоларды. Жалпы бұл бағдарламаға барайын деп жатырмын, анашым көзқарасыңыз қалай деген секілді әңгімелер айтылды ма, жоқ әлде сіз үшін тосын сый болды ма? 18 жас, 19-20 жасқа дейін Тәуіржан кішкене менімен санасатын. Қазір санаспайды, айтпайды. Мамам бұрынғыдай айқайлап, жылайды деп ойлайтын шығар. Алғашқы Инстаграмға бір түрлі видеолар салғанда қатты жылап, алып таста деп айқайлайтынмын ғой. Жылап, сөйлеспей қойған күндерім болған. Сөйлеспей біраз уақыт, балам емессің, мынандай видео салсаң деген күндер болған. Осы жерде ремарка жасап жіберейін. Жақындарыңыздан сұрадым. Ләззат ханым бір ұзақ уақытқа ұлымен сөйлеспей қойыпты. Себебі Тәуіржан өзінің Инстаграмдағы парақшасына анайы видеоларды салып, сол сіздің көңіліңізге батып, сіз біраз сөйлесіп, онымен барынша түсіндіруге тырыстыңыз, бірақ ол кісі алмайым депті, сөйттіңіз де сөйлеспей қойыпсыз ұлыңызбен. Мен бар ғой, негізі былай балаға, ер баланы өсіру қиын ғой негізі. Қатты жазалап жіберем кейде. Солай сөйлеспей қойым да менің Тәуіржанды қатты бір жазалағаным болып саналады мен үшін. Алдында бір рет жазалағаным бар, ол мектеп кезінде болды. Мен бір қаладан ұшып келсем, менің көлігімді айдап рұқсатсыз кілтті сіңілімнен алып, соғып қойып қойған ғой. Дым болмағандай. Соғып кілтін орнына қойып қойғанда. Сосын мен ұшып келдім, ұшақпен түсіп, көлігіме отырып, кілтті алып шық дедім. Алып шықтық. Екеуміз жүргізіп бара жатсам, қарасам, көлігім артында пластмасы былай желбіреп жатыр да. Артына вампир деймін, желбіреп жатыр. Бүйтіп қарадым да, былай қараймын да, неменен ол желбіреп жатыр дедім да, үндемей отыр, қасымда үндемей отыр. Сосын түстім да, өшірдім да, қарасам, салбыраққа скотчпен жабыстырып қойыпты. Сосын мен айттым, және де дейсіз ғой, сосын мен айттым, мынау не дедім, сөйтем. Кеше қалада айдағанбыз дейді, Астана қаласында айдаған ғой. Сосын, Құдай сақтасын, біреуді қақып кетсең қайтасың дедім. Сол бірінші курс студент кезі ма, 9-шы сыныпта оқитын кезі ғой деймін. Содан қолында жаңадан бірінші рет айфон алған кез еді кішкентай. Өзің жөндеп бересің дедім. Ана айфонға әрең қолы жеткен. Айфонды өткізесің, жөндейсің дедім. Сонымен соны істеттім. Қимаса да әрең қолы жеткен айфонды өткізіп, ремонттап машинамды. Одан кейін отырмайтын. Бұл алғашқы жазалауым. Екінші жазалауым атағы шығып жатыр. Бұрын менің атағым Инстаграмда мен подписчикім 45 мың сондай болып тұрғанда, оныкі 5 мың тұрған. 5 мың болатын. Мені салыңызшы деп маған жабысатын да. Кейін менен асып, 200, 300 кетіп бір жатырды күннен күнге. Бір нәрсе салады, өсіп жатыр. Бір кезде менімен ақылдаспайтын болды. Бір күні қарақасам, анайы бір видеолар салып қойған ғой. Біреулер маған жібереді, балаңыз сөйтіп жатыр, бүйтіп жатыр. Бір кезде, мынау не десем, мама тренд қой, мама бір нәрсе қой дейді. Алып тастайсың, қазір аласың деймін.
Сосын мама дей береді, көп жазады. Тыңдамаймын сені, алып тастайсың на видеоны. Алып таста деп айқайладым. Жыладым ғой. Дауыс көтеретін адамға ұқсамайсыз ғой. Бағанадан бері Ләззат ханым нәзік болып әңгімесін күліп айтып отыр. Жазаладым дегеннен бастап ойланып қалдым. Сосын жаңағы алып таста деп жылаған дауыс жіберемін ғой, жылаймын ғой іші, көп жылаймын да. Алып тастайсың, мен балам болмайсың, балам деп санамайын деп жыладым. Болды, бітті. Енді не болады екен деп күтемін. Жауап бір кезде Жазирадан хат келеді ғой, мынандай хат. Ләззат әпке, балаңызды қарғамаңызшы, Ләззат әпке деп күшті жазады ғой енді Жазира ше. Ешкімді тыңдамаймын ғой, басқа адамдар ше. Балаңызға үйтпеңіз деп айтып жатыр. Bir кезде Жазираның сөзі мені тоқтатады ғой. Ылғи. Айтады. Сіз балаңыздың біріншіден режиссер екенін ұмытпаңыз. Мамандығы режиссер деді. Екіншіден, ол спектакльде бұрын ойнаған, кинода ойнаған да бала күнде. Мектептен бастап ойнаған ғой, киноға түскен. Студент кезде спектакльде ойнаған, орыс актерлармен ойнаған. Сіз мамандығы деп қараңыз. Қарғамаңызшы балаңызды деді. Оны ол дұрыс емес, анасының баласын итеуі деді. Олай жасауы, ренжуі болмайды деді, баланың жолын жабады деді. Ойлап қарасам, Жазираның дұрыс екен. Жазираға рахмет, Жазира. Жарайды дедім да. Тәуіржанды блоктап тастағанға қайтадан блокты аштым да. Жарайды, қарсы емеспін деп қойдым. Қалды сол видео. Сол қалды. Жазалауым. Жоқ, алып тастапты. Иә? Жазалауым дегеніңіз біртүрлі естіледі екен, мүлдем жаңағындай айқайлап, дауыс көтеретін адамға ұқсамайсыз да? Қаталсыз бірақ, ұлдардың тәрбиесіне келгенде. Қаталмын, қатық қаламын кәдімгідей. Сонымен 18 жасқа дейін сізді тыңдап келіпті, одан кейін тыңдамай қойды. 18-19 жасқа тыңдап келді, одан кейін тыңдамады. Өйткені қарасам, адамы өсіп жатыр, өз киімін өзі алып жатыр. Менен ақша сұрап, мен 18-ге дейін ақша беремін, киіндірем, тамағыңды берем, 18-ден кейін бір тиын бермеймін, сен жігітсің деген. Сосын солай болды. Ал енді жобаға барған кездегі? Жобаға барғанда мен Қытайда жүрдім. Қытайда аурулармен, Қытай больница ауруханаларында жүргем. Бір аптадан Қытайдан келсем, бір 3-4 күн жүріп келдім. Жұмыспен араласып, бос емеспін ғой, бір күні жұмыста отырсам, баласы қосылайықта жүр ғой деп келіп жатыр да, хаттар келіп жатыр. Саған анасымен жасты қызға барып алмақшы, анау, мынау деп жатыр да. Сонымен шын ба дедім да. Жұмыстан келіп, кешке үйге бардым да, сен қосылайыққа барғасың ба десем, иә барғам. Не үшін бардың десем, мені көбісі, енді мен орыс оқырмандарым бәрі орыс тілді болмасын деп, қазақы бағдарламаға да қатысайын дедім. Оның үстіне мен енді үйленейін деп жатқан қызым жоқ, мүмкін қыз тауып қалармын сол жерден үйленетін деп. Солай айтты. Одан кейін, жарайды дедім. Сосын, кән көрейінші кімге барды деп қарасам, жаңағы бір баласы бар келіншек. Қарадым да, таңдауың күшті екен, әдемі келіншек екен. Сосын енді шын жақсы көріп қалса, үйленсін дедім. Ондай сөзіме бәрі таң қалатын шығар. Өйткені мен қазір көп халықпен жұмыс істеймін ғой, түрлі ата-аналарды көремін да. Ұлдары үйленбей 40-қа келіп қартайып жатқандар бар, қыздар тұрмысқа шықпай жалғыз басты болып өтіп жатқандар бар. Сосын мынандай аналар бар. Ұлым 40-тан асып кетті, ең болмаса баласы бар, ажырасқан әйел болса да үй болса екен деп армандайтындар бар. Сондықтан мен баламның қатысқанына қарсы болмадым. Ешқандай әсер етпеді маған. Осыдан бірнеше жыл бұрын, қателеспесем, сол карантин кезінде екен, өздеріңіз видео түсірген екенсіздер енді. Сериал ретінде үйде сұхбат алыпты да сізден. Мама, менің жаңа келіншегімді қалай елестетесіз, қандай келін болғанын қалайсыз деп сізге сұрақ қойыпты. Сіздің жауабыңыз былай болды. Ол адал болса, иманды болса, және ішкі жан дүниесінің сұлулығы сырт бейнесіне сай келсе екен дедіңіз. Яғни іші де сырты да сұлу болса екен дегендей қылып айттыңыз. Қазір уақыт өтті. Алып қосарыңыз бар ма? Қандай адам керек сіздің ұлыңызға? Негізі имандылықта да сондай. Сырты да сұлу болу керек, іші де сұлу болу керек. Сосын
қазір көп қыздар ше негізі сыртын сұлу жасап алады да, тазалық жоқ, тамақты істей алмайды, ыдыс жуа алмайды. Мен уже қанша қыздарды көріп жатырмын. Сондықтан жан-жағында таза ұстайтын қыз болсын қосам мен енді. Қосам. Жан-жағын отырған жерін тазалайтын қыз болсыншы. Өйткені көп жастарды көрдім. Косметиканы бұлай алады, даже мектептің оқушыларына дейін. Кірпік деген бұлай. Ол биші емес, әнші емес, кірпікті салып алады. Тырнақ бұлай. Бірақ жатқан бөлмесіне кірсең, немесе әжетханаларына кірсең ше, қызы бар үйдің лас салақтығын көргенде адамдар, қыздар сыртқы сұлулыққа қатты мән беріп, жан-жағының тазалығына, ішкі жан денінің тазалығына мән бермейтін болып бара жатыр екен деп ойладым. Сол сөз қосам, жан-жағын тазалайтын. Гүлжанның бөлмесі таза болу керек. Шаш кетеді, тілек жинап жүр ғой. Гүлжанның бөлмесі таза болу керек деген сөзіңізге қарасам, бірге тұруларыңыз керек. Бірге тұрамыз. Бірге тұрамыз. Неге сондай ұстаным? Бөлек кетіп қалған кездерде болды. Бірақ үйленіп жатса мысалы, келіншегін енді тойдан кейін бірге тұрасыздар ма, жоқ жастарды бөлек шығарасыз ба? Басында бірге тұрамыз, кішкене бірге тұрып, сезіну керек та, келін болғанын сезіну керек. Бірге тұрған ұнайды маған. Сізге ұнайды, ал оған ұнай ма, ұнамай ма? Сіз де кезінде келін болып түстіңіз ғой. Бірге тұрғанда ма, көп нәрсе үйренесің ғой негізі. Негізі бар ғой, бірге тұрған, көрмеген өмірді көру, ол көп нәрсені үйретеді. Бірге тұрып алу керек та. Енді мәңгі бірге тұрмайды ғой, кейін бәрібір кетеді ғой. Бірақ мен айтарым, келін болып түскен кезде кішкене бірге тұрған өте дұрыс деп ойлаймын. Өйткені жеке кеткенде көп нәрсені түсінбей кетеді да. Үйренетін нәрсе көп болады жаңадан келген жерден алатын. Қазір мысалы курстарды ақша төлеп үйреніп жатсың ғой, ал ана келін болғанда тегін ғой ол, тегін нәрсе үйреніп кетесің да. Сол отбасыға сіңіп дейсіз ғой. Кеше енді көп мақалаларды оқыдым да, статистика бойынша Қазақстан ажырасудан 2-ші орында тұр екен әлем бойынша. Яғни бір жыл жетер-жетпестен ажырасып кетіп жатады екен. Және ең үлкен мәселелердің бірі, енді сауалнама жүргізген болу керек, енелердің әсіресе өзінің баласын жібермеуі және соның жеке өміріне, отбасына, өзінің жеке шағын отбасына араласуы. Яғни енді ол тәрбиелеп жатқан аналар, кейде сіз айтып жатсыз ғой, 18 жастан еркіндік бердім, өзің көр, өзің біл деп, сол мүмкіндікті бермейтін аналар да бар екен. Үнемі қайда жүрсін, не істеп жүрсін, таңдаған қызына дейін өздері атсалысып қарап таңдап, қалай жүресің, қашан бала дүниеге келеді, келін қандай тамақ істеу керек деген сияқты шектеу болу керек, бірақ олар шекараны бұзып жібереді да. Соған сіздің көз қарасыңыз. Қаншалықты сіз ұлдарыңыздың ертең таңдауына араласасыз? Мен ұлым 18-19 жаста үйге түнгі 3-те келуді бастаған кезде уайымға қатты батып, ұйықтамай, қайдасың, қашан келесің дей беретімін. Қарасам, ол үдеп бара жатыр. Сол кезден бастап Құдайға тапсырдым. Балама өзің пана бол. Мен бұлай айта берсем болмайды екен. Сондықтан бірге тұрамыз, үйленсе бірге тұрамыз. Одан кейін кеткісі келсе, кете ғой дей салам. Мен сөйтіп ойлаймын. Мен қатты кірісіп араласпаймын. Мен балама сенем бір жағынан. Балам бар ғой, ол өз адамын таниды. Соны алады деп ойлаймын енді. Өйткені әлі болашақ жарын кездестіре алмай жүр. Көп қызбен, көп ортамен араласады. 1-2 күн араласқаннан кейін адамды біліп қояды. Ол да адамды күшті таниды. Мен ондайға қатты кірісіп араласпаймын. Олардың өміріне қатты араласпаймын. Көбінесе кішкене жіберіп тұрған дұрыс. Еркіндік. Қазір жасы 25-те. 25-те. Осы жасқа дейін қандайда бір қызға білмеймін, бір ғашық болып сізбен таныстырып көрді ма? Таныстырам деп айтады да. Ұнаған сияқты дейді да. Сосын кішкене сөйлеседі да. Ой, болмайды екен дейді. Несі болмайды десем, аузында сәл сөз дұрыс болмай қалды дейді. Бір нәрсе ұнамай қалды әйтеуір.
Яғни жаңа сөзіңізге егер де сүйенетін болсақ, айттыңыз, қандай аруды таңдаса да қарсы емеспін дедіңіз. Ажырасқан болса да, бала шағасы бар болса да, қазір енді менің білуімше орамалдағы қызбен ерекше кездесулерді ұйымдастырып жүр екен. Бұрын соңды мен ондай қыздармен сөйлесіп көрмеппін дейді. Көрмеген. Иә, бірақ көңілімнен шығып жатыр деп айтып жатыр екен. Оған сіздің көзқарасыңыз? Орамалды қыздар көп та, бірақ мен айтамын, сөзі мен амалы сәйкес келсе, сол дұрыс. Мысалы, кейбір енді қыздар болады дейді, орамалды тағады, бірақ амалы басқаша болып кетеді да. Оны да балам ажырата алады. Шын жүрегіне махаббат болса, орамалды қызды алады. Иә, алады. Сол махаббатты тілеймін мен балама. Жақсы көрудің өзін Құдай салады ғой адамға. Бір байқағаным, видеоларды енді көріп қалған ғой, Инстаграм желісінде, Ютубта, әлеуметтік желілерде, жаңа енді жобаға қатысып жатқаннан кейін, сіз анасы болғаннан кейін көбірек білесіз ғой балаңыз туралы, көрерменге де қызық қой. Шынымен де өзі өмірде сондай қолы ашық, жомарт, романтик па? Әдетте жаңа сіз путевка алып шетелге жіберіп тұрады, көлік сыйлады, осыдан бірнеше жыл бұрын. Сіз жаңа әуежайдан күтіп алған кезде де үлкен гүл шоқтарымен, қазір ұнаған қызына да ерекше тосын сый жасап жүр екен. Өмірде де жалпы сондай ма? Бала күнінде жазыпсыз, жаңа достарына тәттілерін апарып беретін, үйден алып кететін деп. Бала күнде де ол үйдегі ең жақсы нәрсені сырттағы көшеде жүрген балаларға тарқататын. Мысалы, 2 килограмм печенье, кәмпиттер алып қойсам, қонаққа деп алып қойсам, де жоқ болып кетеді ғой. Мектепте де сол несі қайталанып отырды. Мектепте де қымбат шоколадтар тұрса, тоңазытқышта жоқ болып кетеді. Қайда десем, мектептегі апайларға, жақсы оқитын қыздарға бердім деп айтады. Сосын мен жаңағы оған қарсы жоқ деп айтпаймын. Мысалы, ол мені киіндіре бастады. Бірінші, мама жүріңіз, мені ауырып жүрген кезде, жүріңіз, мама бір дүкен шақырып жатыр, сізді киіндіреміз дейді. Сосын мен айт, барып мені киіндіреді. Сосын видеоға түсіріп салу керек қой жарнамаға. Сосын былай жүреш десе жүрмей, былай, маған қызық емес, ол кезде дүние де қызық емес, ауырып жүрген адамға ешнәрсе қызық емес. Әдемі киіндіреді, мен былай жүріңіз десе, былай жүрсем, дұрыстап жүрсеңізші деп киіп кетіп, сөйтіп 100 мыңға киіндіріп жүрді, 200 мыңға киіндіреді анда-санда. Өйткені бала күнде мен оны солай киіндіргем. Не қалайды? Мен сахналық киім тіктірсем, мен де тіктірейші дейді, тіктіріп берем. Қалаған жегізгем. Соны бала біледі екен, өскенде соны жасайды екен. Енді жемісін көріп отырсыз. Енді көріп отырмын. Сондықтан мен ақшам қалмай жатса да, баламның біліміне қатты ақша саламын. Жақсы мектепте оқысын деймін, жақсы жүрсін деймін. Жаяу жүрмесін деп таксимен жүргізген күндерім де болды. Студент болған кезде де 5 күн түскі тамағын ішесін деп 5 күнге санап, өзімде ақша қалмаса, соны ақшасын үнемі беріп тұрған кезіміз болды. Тәуіржан өмірде де сондай. Жақсы көңіл күй сыйлағаннан рахат алады. Қазір енді миллиондаған оқырманы бар. Қазір білесіз ғой, енді өзіңіз блогерлер туралы әртүрлі пікірлер айтылады. Ол жұмыс емес, жеңіл ақша деген сияқты. Ол енді жобада бой көрсеткеннен кейін де өзінің жалпы сөйлеуі, өзін-өзі ұстауы ерекше жігіт қой. Енді арасында образында қосып қояды. Өмірде мүлдем басқа жігіт екен. Енді Жазира әпкесінің айтуы бойынша өте қарапайым, сыпайы, сабырлы сондай жігіт екен. Ал енді өзінің образы енді блогер болғаннан кейін көрінгісі келеді, айтқысы келеді деген сияқты. Осы орайда блогерлерге деген жалпы көз қарасыңыз. Егер де Инстаграм жойылып кететін болса, әлеуметтік желі қазіргідей дамымайтын болса, басқа адамдардың, жалпы блогерлердің, ұлыңыздың қосымша табыс көзі бар ма? Жалпы немен айналысады? Өміріне ақшаны қалай табады? Егер ондай жойылып кетеді-ау деген, жойылып кетсе не істейміз деген ой оған да туған сияқты. Екеуміздің болашақ бизнесімізді бастайтын жоспар құрылып, мама деп мені күтіп тұр, мен тоқтай тұр деп тұрмын. Осы ем саласына қатысты, соған жақын бизнесіміз
ашылғалы тұр екеуміз. Ой, керемет, оңынан болсын. Иә. Енді жақсы бизнес бастап жатсаңыздар да, ол да қосымша табыс көзі, бірақ енді сіз әнші болғаннан кейін ұлыңыздың да өнерге жақындығы бар. Неге бірге дуэтте ән орындамасқа? Керемет дауысы да бар, мен естідім. Иә, бұрын менімен бірге кішкене шығып, ән айтып жүретін, блогер болмай тұрған кезде. Ал қазір енді айтсам, жоқ, ән айтпаймын дейді. Мүмкін ол мамандығы режиссер, актер болғаннан кейін әншілік сауаттылығым жоқ деп өзін төмен санайтын шығар. Мүмкін нота білмеймін деген сияқты. Әйтпесе ол гитарада ойнайды, гитарамен ән айтады. Сондай не бар шығар өзінде. Жаңағы нотамен музыкалық білім алмадым деген. Бұлай актер, режиссер, мамасы журналист болған, мамасы корректор болған. Мен қате тексеретін болып жұмыс істегем журналда, газетте. Қателерді үйге алып келіп тексерем. Сосын ол да тексереді мен қателерді. Қате тексеруден былай ғой ана газетте. Қ қалып кетсе, ұзын сызық қыласың, шетіне Қ деп домалақ қыласың. Корректорлық жұмыс. Бұл мектепке барғанда солай шығарған ғой дәптерге қатені. Қалай үйрендіңіз, сізден көріп алған. Сосын айтамын, мектептікі басқа болады, журнал газеттікі басқа болады дегесін бар. Деген ғой, қызық, иә. Жалпы ақша табу, қаржылық сауаттылық туралы да көп сөз қозғаған екенсіз өзіңіздің инстаграмдағы парақшаңызда. Айтып жатырмын ғой, мен өзіңіз ұмытып қалған сияқтысыз не жазғаныңызды. Сіз айтқанда деп қалатырмын. Мен түнімен кеше қарадым ғой, бір апта болды жалпы дайындалғаныма ше, осы сұхбатқа жан-жақтан сіз туралы ақпарат жинап, әйтпесе көп көрінбейсіз ғой, үзіп қана бір бағдарламаларда бой көрсеткеніңіз болмаса, былай ашық түрде сұхбат бермегенсіз да. Иә. Сол жаңа ақша жинау туралы көп жазыпсыз. Қалай ақша жинауға болады? Қалай ақша үнемдеуге болады, менде бай болғым келеді, бәрі мені бай деп ойлайды, бірақ мен қарапайым отбасында дүниеге келдім, ақшадан қысылған сәттерім өте көп болды деп жазған екенсіз. Қазір енді уақыт өтті, әншілікті де алып жүрсіз, медицина саласында да қызмет етіп жүрсіз, жалпы енді табыс көзі бар, Аллаға шүкір, ұлыңыз да көмектесіп жатыр. Сонымен қаржылық сауаттылықты қалай осы деңгейге жеткіздіңіз? Ақша жинауды үйрендіңіз бе? Ақша жинауды үйрендім. Ақша жинауда жоспар қойып, сол жоспар бойынша мынанша ақша осы аптада тұру керек деп солай үйреніп, немесе осы үйлерді алғанда да ипотекалық бағдарламамен, кредитпен алдым, бірақ сауаттылығым қатты артқан жоқ негізінде. Өйткені көлікті алуға болмайды екен кредитке, үйді алуға болады екен. Ең қымбат қала үй жағынан Алматы екен, Алматы қаласы. Соған қазір үйді жалға беру, шетелдіктерге жалға беру бір бизнесін оқып алдым. Бұл да менің мүмкін сауаттылығым артқанда шығар. Былтыр мен сондай бір оқуды оқып алып, Қазақстанға танымал Ксения Соколунина деген қыздан оқып, әлемнің адамдарын қабылдайтын пәтер жасадым. Жаздан күзге дейін тоқтаттым, мүмкін ол тағы жалғасады. Яғни өзіңіздің тұрып жатқан, отбасыңызбен тұрып жатқан пәтеріңіз өзіңіздікі. Алматыға келгеніңізде көп болған жоқ қой? Алматыға келгеніме 6 жылдай болды. Және бөлек тағы бір пәтер алып, оны бизнеске айналдырдыңыз. Мен біраз пәтер алдым. Осы ән айттым, емдеу орталығында әр облыстарды аралап, халықты емдеп жүріп. Блогер баламның да көмегі бар. 1-2 пәтер алып тастағанбыз. Осы орайда бағдарламаны көріп отырған қыздар әсіресе Тәуіржанға көз салған. Ой, осы отбасыға мен де келін болғым келеді деп жатқан шығар. Сондай хатты жақында өзіме тікелей жазды ғой. Қыздар жаза ма? Жазды. Жақында бір 2-3 күн болды. Тәуіржан сияқты жігітке үйленгім келеді. Сіз менің енем болсаңыз ғой деген хат келді ғой дайректке. Сосын мен вау дедім да қоя салдым, басқа не деймін енді. Жауап бермедіңіз ба? Уақыт болмады жауап беруге. Бірақ қыздар солай жазып жатыр ғой. Шүкір біз қыздардың өзі белсенділік танытып жүр дейсіз ғой. Қызғатындай сондай отбасы болыппыз ғой, шүкір дедім. Шүкір, иә. Әрине өте қуантарлық жайт. Енді мына жерде біз ақша мәселесін талқылап жатырмыз ғой. Мен дайындалып келгеннен кейін біраз скрин жасаған болатынмын. Өзіңіз енді той саласында да жүрсіз, ән айтып жүрсіз ғой. Қараңыз. Жақында ғана бір жаңалықты оқып қалдым. Қандай? Жамбыл облысының әкімі өңірде той өткізу ережелерін бекітпек. Солай делінген екен. Демалыс күндері бір той, енді әртүрлі тойларға 20-25 мың адам барады екен. Бұл шығындар мен ысырапшылыққа
жол бермеу керек деп айтып жатыр. Яғни тойға шақырылатын адамдар санын азайту керек делінген. Және де енді дастарханды молынан қоямыз ғой, енді біздің бойымыздағы бар нәрсе, қонақ келсе, қуаныш келеді, құт келеді деген сияқты бір бос орын тұрмайтындай толтырып тастаймыз. Ол желіне ма, желінбей ма? Ал мысалы той жасап жатқан адамның жағдайы бар ма, жоқ па, жаңа өзіңіз айтқандай кредит алады, несие алады, қарызға батады деген сияқты. Осыған сіздің көзқарасыңыз, пікіріңіз қаншалықты дұрыс? Мен осы жаңағы аурулармен жұмыс істеп, медицинаға жұмыс істегелі әр түрлі халықты көремін да, ауырып, қиналып жатқан, емге ақшалар жетпей жатқандарды көргенде, халқым қиналып жатқанда не үшін жарқырап тойда жүруім керек деп, ол да маған кішкене тойға шығуыма, көп шықпай қалуыма да себеп болғаны сол болды. Біз халық осылай қиналып, ауруына таппай жатыр, тамағына таппай жатқанда, жұртыңдап тойда жүрген видеоларды көп салмайым деп өзім. Кейбір тойларды салам, кейде салмайым парақшама. Жаңағыдай ысырап, негізі той деген бір жағынан жақсы екен да, көрмей, жаңа балалар бір-бірін туысқандарын табады. Той бас қосатын жер қуаныш және қайғы екен ғой. Шынында да ысырап жасамайтындай той жасау керек сияқты. Кредитке алып жасайды ғой енді қазақ. Мен де қатты шашылып, мақтаншақтық жарқырап мақтанғанға қарсымын. Өйткені мен бар ғой, осы жұмыс істегелі біраз Қырғызстанда болдым, Өзбекстан, әр облыстарды аралап жүрмін да. Біздің Қазақстан сәл-сәл мақтаншақтау халық сияқты көріп қалдық. Өйткені қанша байлар неге бардым, Қырғызстанда да өте қарапайым галошпен жүреді. Аяғына галош, басында тақия. Бірақ үйіне барғанда зәулім қонақ үйдің иесі. Сол қарапайым болып, өмірің жақсы болып, тамағың дұрыс ішіліп жүрсе, сол жетеді деп ойлаймын. Қатты ысырапқа қарсымын менде. Жаңа енді айтып жатсыз ғой, көрші мемлекеттерді, дәл осы жаңа сөзіңіздің бір дәлелі, Тәжікстанда тойда ысырап жасағандарға $400,000 айыппұл салынған екен. Өйткені жаңағыдай 771 азамат жазаланды дейді, жаңа тексеріс өткізілген болу керек, және соның салдарынан олар заң нормаларын қабылдаған екен. Қанша адам шақыруға болады, жаңағыдай қалай дастархан жаю керек деген сияқты, соның өзіне дейін барлық үтір нүктесі жазылған екен. Біздің елімізде енді Жамбыл облысы бастап жатыр, біреулер қолдады, біреулер даттады деген сияқты, енді ол бізге жат деген секілді қалып. Мен той туралы Өзбекстанға тойға бардым. Өзбекстан жерінде бір тойға жақсы ақша төлеп, ұшақпен бардым. Сонда олар мені қыз ұзату деп шақырды да, бірақ 2 тойды бірден өткізіп жіберді. Сол карантин кезінде ғой деймін. 2 сағат келін той болды, 2 сағат қыз ұзату жасап жіберді. Бір ақша төледі, бір сумманы. Сол кезде маған Өзбекстанның той тексеретіндер келді қасыма. Келді да, не деп айтады оларды? Келді да, құжатыңыз қайда деді. Тойда ән айтатын, рұқсат, налог төлеген, салық төлеу керек. Сосын мен айттым, біз Қазақстаннан келіп тұрмыз, біз Өзбекстан әншілер емеспіз дедік. Сосын сондай нәрсені Ташкентте көрдім ғой. Салық төлеген қағазыңыз көрсетуіңіз керек деді. Сосын мен, біз басқа мемлекеттікіміз дедік. Ештеңе демеді ма? Сосын той иесіне барып ақша алды ғой деймін. Олар деген тойларды аралап, жаңа рейд жүргізеді екен. Ал егер де біздің елімізде сондай заң енгізетін болса, көп қой, мысалы, шынымен де кейде тойға жұмсалатын ақшадан гөрі әншілерге жұмсалатын ақша көбірек болады да? Өйткені олардың гонорарлары кәдімгідей біраз сома. Мен енді мемлекет төле десе, төлеп отыратын едім. Жақсы ғой баға. Бағамыз жақсы ғой. Енді Алла қаласа сіздің келесі жылы деп айтайықшы, мүмкін енді Алланың қалауымен ұлыңыз үйленем деп жатса. Сіздер енді өте көпсіздер, Аллаға шүкір, отбасыңыз өте үлкен, әрбіреудің өзінің отбасы бар, бала шағасы бар. Бір жиналғанның өзінде 100-150 адам жиналатын шығар, тікелей туысқандардан. Енді ұлыңыз, тұңғышыңыз үйленіп жатқан кезде сіз қалай жоспарлайсыз тойды? Қалай өткізесіз жалпы? Ойыңызда бар шығар? Мен ойымда бар. Солай істесем деймін. Қытай қазақтарының тойына бардым. Ұзатты той болғанда, түнде ұзату той болды. Таңғы 9-да күйеу жігіт келді да, қызды бүкіл дүниесімен алып кетті. Сосын артынан қыздың туыстары барды. Қыз үйіне кіргенде
бірден беташар басталып кетті, құдалар мына жақта күтіліп жатты. Мен де ұлым той жасаса да, өзім туған күн жасасам да, күндізгі сағат 1-ге. Иә. Соны армандаймын. Түнде, білесіз ба, осы медицина саласында жүргенде, ұйқы деген қазір нағыз жүйкенің емі ұйқы. Адам уақытылы ұйықтау керек. Түн ішінде үйтіп, тойдан шаршап, одан құдалыққа барып, олай жүру деген тоқтату керек деп ойлаймын. Ұлыңыз келіспесе ше? Келіспесе де келістіруге тырысамын. Қанша адам шақырасыз ал? Қиын сұрақ қой. Сол ұлым үйленсе кімді шақырам деп былтырлары бір рет бір жинап алдым. Тізім жасап па? Тізім, достарды. Енді қайтадан тізім жинаймын, өйткені жаңа адамдар қосылды, кейбір бұрынғы таныстар қалып жатыр. Жыл өткенде кейбіреулер араласпай кетеді екен, кейбіреулер таныс. Сондай болады екен. Енді жақында қайтадан тізім жасаймын. Енді менің ұлымның тойында мен ойлаймын, менде көп сияқты. Өйткені тілектес болып жүрген, туысқан болмаса да тілектес, ұлың үйленсе шақыр деген адам көп та. Мен айтам, мені ұлым тойына кім келеді деп саламын, плюс белгісін қоясыздар, соған шақырамын, орын дайындаймын дедім. Меніңше былай болатын сияқты, сіз енді бірігіп ақылдасып той жасайсыздар ғой, сіз сағат 1-ге жоспарлаймын деп айтып жатсыз ғой. Мүмкін сіз жүргізесіз тойды. Алла бұйырса, сағат 1-де тойды бастасаңыз, сіздің енді қалауыңыз сағат 1-де бастаса деп тұрсыз ғой. Жаңа үлкен жастағы, орта жастағы кісілер кешке дейін қыдырады, одан кейін ұлыңыздың достары түнгі 2-ге дейін қыдыратын сияқты. Сол кезде 50-50. Керемет қой. Келісім болады. Керемет қой. Сол ғой, Қытай қазақтарына бардым, қыздың ұзатылған күндіз таңертең ұзатты. Керемет қой, шаршамайды, барады, келін болып түседі. Сол сияқты туған күнімді күнді жасадым. Күндізгі 1-ге. Түскі уақытта жақсы отырасың, энергия бар, тамақ ішесің. Кешке уақытылы үйіңе барып ұйықтайсың. Жақсы емес па? Иә, керемет. Енді қазір ақша туралы, той туралы сөйлесіп жатырмыз ғой. Мақыр туралы да өзіңіз оқыған шығарсыз, естіген шығарсыз. Мақыр деген көп естіп шошып жатыр ғой. Иә, біреулер айтады, енді жақында шықты, алып тастау керек дейді. Есесіне соған берілетін ақшаны жаңа қалмалға қосып беру керек деген сияқты. Одан кейін тағы бір жаңалық шықты, жоқ, әркімнің өзінің қалауы, бергісі келсе береді, бергісі келмесе бермейді деген секілді. Қарсылығымыз жоқ ешқандай. Әр отбасы өзі жеке мемлекет, өзі шешеді ғой. Десе де менің бір таңым бар, жас қыздар, ана жақтан көріп алады, мына жақтан көріп алады, маған осындай қымбат автокөлік, маған осындай қымбат пәтер деген секілді. Ол жігіттің отбасы тіпті тойды несиеге жасап жатқанына шаруасы жоқ, бірақ мақырды 1 жылдың ішінде алып алу керек екен. Қыздың ойы. Сіздің пікіріңіз, енді ұлыңыз қайтадан сол тақырып, ұлыңыз үйленіп жатса. Мен мақыр дегенді алып тастай салса да болады деп ойлаймын. Ер адам ұнатқан қызына мақыр сұрамаса да сыйлық береді ғой. Құлағына бриллианттар тағады, сырға салғанда да тағады, аянбайды деп ойлаймын. Мен үшін алып тастаса да болады. Ал қалың мал? Қалың мал, сол облыс қанша беріп жатыр, солай беру керек. Ал мысалы, қай облыс қанша сұрайды деп ойлайсыз енді? Көріп жүрсіз ғой, тойларда жүрсіз. Ең қалың малы жақсы осы Шымкент жақ қой деймін, оңтүстік, Тараз. Қанша? Көп болды сұрамағалы енді. Жобалап. 2 миллион, ең төменгісі 2 миллион шығар. Одан жоғары бар ғой. Ақшаңызды дайындап қойдыңыз ба, жалпы? Ақшаны дайындамадым. Ақшаны бұрын жинап, үйленетін шығар деп, кішкене алтын жинап сөйттім да, кейінен модадан қалып кетеді ғой дедім да. Алтындарды модадан қалып кетеді, қайта өткізіп тастадым. Енді кірісуге болады. Қайтадан кірсем. Жоспарға қойып отырық осы жылға, келесі жылға. Енді ұлыңыз жаңа сыйлық жасағанды жақсы көреді екен, жомарт жан екен, жаңағыдай сізде бір жазбаңызда жазыпсыз, ақшаны шашай берме деген сияқты. Айтқан, иә. Енді кіші ұлыңыз туралы сөз қозғағым келеді. Кеше демалысқа бардыңыз, Тілек жасы 12-де, иә, қателеспесем. Иә, 12-де. Дубайға барыпсыз, шомылуға, өзіңіздің жаңа шомылуға арналған киіміңізді ұмытып кетіпсіз, және амалдың жоқтығынан 75 мың теңгеге сатып алыпсыз. Оны көрген кіші ұлыңыз сізге сөз сөйлепті. Неге деп? Былай болды ғой, ұшақтан түсіп, қонақ үйге бардық. Қарнымыз ашып қалды ғой, түскі ас іштік та. Каспийдің карточкасын ұсына салдым. Төледік түскі асқа. Тілек тұртта. Түскі ас 70 мың болды ғой деді. Қойш десем. Қалай түсінбейсіз? Дирхам аз көрінгенмен Қазақстан ақшасымен көп болып кетеді деді. Ой, дедім, сізін айтты. Қазір сіздің карточкаңызда аз ақша қалды, мына ақшамен сіз
3 күн біткесін тез қайтпасаңыз екеумізге түк жетпейді деді. Ой, есептеп қойды, математик қой. Жарайды, қоя берші енді, қоя берші дедім да. Тәуіржан енді спонсор болатын шығар, бізге болып тұр ғой енді, өзі жіберді ғой, аш қалдырмайтын шығар дедім да. Сонымен кешке шомылатын жерге барсам, қонақ үйде жаңа шомылатын киім қап қойыпты да. Енді анау асығып өз киімін киіп шығып кеткен. Қарасам, дүкен тұр екен, кірдім да, мұсылманша шомылатын киім қызығып кеттім да. Алдым, сосын карточканы тағы бере салдым. Шыққаннан кейін киіп шықсам, мынаны сатып алдыңыз ба деді. Иә деді да. Телефон беріңізші деді да. Білесіз ба, мынаны 75 мыңға сатып алыпсыз дейді. Сосын мен айтам, мама, қызықсыз, қалай түсінбейсіз дирханның қымбат екенін. Сіз Тәуіржан ағаға айтам деді да. Сосын түк те ойланбайды екенсіз деді да. Сосын айттым, не болды соншама? Бірінші рет келіп тұрмын. Мұндай купальник, шомылатын киім Қазақстанда жоқ. Мүмкін бұдан кейін Дубайға қашан келемін, естелік болып қалады. Маған олай сөйлемеші дедім да. Сонымен кеттік. Суға барсам, су салқын, шомылған жоқпын. Отырдым. Бірақ суретке түсіпсіз. Суретке түсіп қойдым да. Естелік болсын деп. Ал Тілек барлық жерді аралап жатыр. Ана жаққа да шығатын, бәрін аралап жүр да. Сосын айтты, енді неғып отыр, сонша сатып алып, түспейсіз ба суға дейді да. Иә. Жоқ, ауырып қалатын сияқтымын, түспеймін де түспедім. Сонымен айта береді. Сосын Тәуіржанға хат жаздым. Мен бар ғой, түскі тамақты 70 мыңға ішіп қалдым. Айтпайсың ба, сыртта арзан, қонағы қымбат деп дедім. Тауып аласыздар, қазақ асханасы бәрі бар деді. Енді тағы да маған Тілек ұрсып жатыр. Шомылатын киімді мамам сөйтіп алдым деп маған тиісіп жатыр деп. Тәуіржанға өзім бірінші айттым. Сосын Тәуіржан қайтадан ақша салып жіберді. Сосын Тілек тағы да маған, сіз абайлап жаратыңыз ақшаны деген кезде, міне Тәуіржан маған ақша салды деді. Сосын қойды ғой. Тәуіржан ұрыспаса болды. Сен ұрыспа, сен кішкентайсың дедім. Бәрібір ұлдарыңызға еркелеп жүреді екенсіз, иә? Еркелеймін. Былай ғой, ер балаға еркелеген жақсы екен. Еркелесеңше, көп еркелетеді екен да, сенен аянбайды екен. Мысалы, психологияда да күйеулерің еркелеңдер дейді ғой, тек күйеу емес, жалпы ер азаматтарға еркелеп жүрсең болды екен. Психологиядан хабарыңыз бар екен, білінеді да кәдімгідей, бұрын соңды ондай болмаушы едіңіз. Енді бір анадан туған 2 бала болса да, бет әлпеттер ұқсайды, енді бір бауырлар екені көрініп ақ тұр. Бірақ мінездерінде қандай айырмашылық бар? Мінездерінде Тілек бар ғой. Тілек, қалай айтсам болады. Мен кейде бір нәрсеге амал таба алмай не істесем екен деп отырғанда, мысалы, қымбат телефон алғым келіп тұр, сендер екеуің де алып алдыңдар, маған да қымбат телефон керек деп армандап отқанда былай айтты. Тәуіржан ағам маған телефон әперсін, сіз мен телефонымды аласыз, өз телефоныңызды өткізесіз, сосын кішкене ғана ақша қосасыз, сізде жаңа телефон болады деп. Соны істедік қой, Тілектің айтқанын. Тілектің туған күні келді, Тәуіржан ағасы новый телефон әперді, жаңа телефон әперді. Оны ескісін алдым, өзімдікін өткіздім, бірталай ақша болды да, жаңа телефон алдым. Кей кезде Тілектің де ақылын тыңдаймын. Тілектің ақылы да күшті әсер етеді маған. Кеше мен барғанда оны ағылшын тілін біледі деп ойламадым. Барлық жерде өзі такси тоқтатып, таксимен келісіп, ақшасын келісіп, Дубайда өзі алып жүрді ғой мені Дубайда. Сізді қыдыртқан секілді ол жүрді ма? Бірақ деп қуанған сайын сәл өзінше болып кетті да, мені Дубай молда адастырып кетті. Қорқытқысы келді ғой деймін. Кішкене тастап кетті ше. Отырып алдым, сосын Wi-Fi қостым да. Мен мына жердемін дедім да, сурет жібердім, тауып ал мен дедім да, отыра бердім. Ақыр келді ғой. Далаға кетқан ғой. Такси күтемін. Сіздердің жүрген жерлеріңіз комедия екен ғой. Оны мен аэропортта сосын түстім да, дубайский шоколад алайын енді қызметкерлерге, жұмыстағыларға дедім. Алмаңыз, қымбат, алмаңыз деп. Ол өте үнемшіл ақшаға, шашпайды. Киімді де әрең алады өзіне. Алмайсыз деді да, аламын дедім да. Сөйтіп алсаңыз алыңыз деді да, тастап кетіп қалды. Шоколадты алдым да, жұмыстағыларға кішкене алдым. Сөйтіп таппай қалдым Тілекті. Ұшуға 30 минут қалды. 15 минут қалған кезде жүрегім дүрсілдей бастады. Ол кішкентай бала, ой, біреу әкетіп қалса қайтем деп. Уже Қазақстанға ұшатын жерге қарай жүрдім, отырдым, келмейді. 15 минут қалған кезде
артқа қарай қой іздейін деп аяғым ауырып тұрса да жүрсем, күліп келе жатыр ғой қазақстандықтармен бірге. Біліп тұр екен да, билет қолында ғой, қай жеріне ұшатынын. Сосын айттым, мама қорықтыңыз ба дейді да, бірақ білдіртпедім. Қорыққан жоқпын, бірақ сен Тәуіржанға айтамын дедім. Бәрібір дейсіз ғой, өзім ұрыспасам да ұрсатадан табам деп. Жоқ дедім да. Мама қорықтыңыз ба? Жүрегіңіз ауырған жоқ па дейді да. Қорыққан жоқпын дедім да. Бірақ біраздан кейін айттым ғой. Бірақ сен мені 2 рет тастап кеттің. Ағылшын тілін білетін болғандықтан Тәуіржанға айтамын дедім. Аэропорттан түсіп, Тәуіржан күтіп алды гүлмен, сосын машинада отырғанда қалай Дубай дегенде. Тілек мені 2 рет деп айтып, мама, кешіріңізші, мама, айтпашы. Сіз анау көп балалы семьяда ең кенже балалар болады ғой, бәрін сатып жіберетін, сол сияқты болдыңыз ғой. Анау маған бүйтті, мынау маған сөйтті деп. Иә, солай. Солай айтып қоямын. Кейдеше Тәуіржанға айта алмайтынымды Тілекке айтшы деп айтамын. Дұрыс емес қой деп. Сен айт, сенің сөзің өтеді деп Тілекке айтқызам. Сенікі өтеді десем, тыңдаса жақсы ғой деп қойды. Айтады ау деймін, білмеймін да. Жаңа айттыңыз, ағылшын тілін жақсы біледі дедіңіз. Қандай қызығушылықтары бар басқа? Жалпы немен айналысқысы келеді, қосымшаларға бара ма? Қосымша мектебінде, өте жақсы мектепте, бүкіл мектебі домбыра тартады, күйді 1 айда үйреніп кетті. Домбыра тартады, сосын Тәуіржан оны ағылшын тілге қазір 2 ай болды бергенне. Нәтижесі жақсы, кеше ағылшынша сөйлеп, өзі алып жүргенде қуанып кеттім. Сосын боксқа берді. Бәрін Тәуіржан жасап отыр. Бұл Тәуіржан Тілектің атын өзі қойған. Тәуіржан медреседе 1 жыл жатып оққан. Сол кезде бір ұстазы қатты ұнаған ғой, аты Тілек болған. Сол үшін Тілекті толмай жатып Тілек деп ат қойып қойған. Тілекке тәрбиені өте жақсы беріп, өзі қарап келе жатыр. Менде тәрбием бар. Бірақ маған жеңіл болды. Тәуіржан көп нәрсе үйретіп, өзі асырап отыр. Сосын Тілекке айтам, Тілек, Тәуіржан ағаң саған әкенің рөлінде. Әкенің жасамаған жақсылығын жасап отыр. Кейін ұмытпа дедім. Сөйтсем, мен жақсылықты айтпай жасайтын адам боламын ғой деді. Қуанып кеттім ғой. Ақылды бала деген осындай болады. Енді әке туралы сөз қозғадыңыз, рұқсат етсеңіз сұрақ қойсам. Әке туралы айтатын болсам, әкелер туралы өзім ешнәрсе айтпаймын, ренжіспегенмін, ұрыспағанмын. Тәуіржан салды. Басқа адамдар қалауымен бөлек кеткен адамбыз. Былай ұрыспадық, бірақ соңғы қанша 3 жыл бұрын ба, сол отбасыға барғаным туралы сондай кішкене сұхбат берген кезде қатты ренжіді, содан кейін сөйлеспей қалдық. Әйтпесе байланысымыз үзілмеді. Оқуын бітіргенше көмектесіп тұрды. Өздері араласа берсін, мен енді ол әкелер туралы айтпаймын. Жалпы балалар араласып тұра ма дегенім ғой, бұл жерде? Балалар араласып тұрады, сосын балам мені ұрсат деп ойлайды да, бірақ Тәуіржан айтады кейде, мама, сіз неге папамды жамандамайсыз деді ғой. 18-17 жаста, сіз түк жамандамайсыз ғой деді да. Сосын, деп қалдым да. Түк бір жамандамайсыз ғой папамды. Неге бәрі ажырасқанда күйеулерін жамандайды ғой деді. Сосын мен айттым, жамандайтын нәрсесі жоқ шығар. Біреулердің кетсін дегеніне кеткен адамдарымыз ғой біз. Не айтарын білмей қалдым. Сосын балам кейде оған әкесіне де сыйлықтар жасап, киіндіріп тұрады да, мені ұрсат деп ойлап қалама, папама айфон әпердім деп қалады. Папама 200 мыңға киіндірдім деп айтады. Дұрыс, ол да сен оқыған кезде, жағдай бар кезде көмектескен деп айтам. Бұл жерде сіздің жаңағы жеке өміріңізге, жеке шекараңызға өтіп, үңіліп сұрақ қойғым келіп тұрған жоқ. Мен басқа жағынан сұрағым келді. Мысалы, көп жағдайда біздің елімізде деп айтайыншы, барлығын қыз балаға жүктеп қояды. Мысалы, мектепте оқып жүрген кезде, ертең болашақта сен келін боласың, сен осындай міндет атқаруың керек деп. Келін болып түскен кезде ана екінші отбасы сен бүйтуің керек, сөйтуің керек деп өзінің ережесін қояды, өзінің шарттарын қояды деген сияқты. Бала дүниеге келген кезде де әйел адамы жауапты да, оның тәрбиесіне, сабағына, басқасына. Ер азаматтар көбінесе түзде жүреді, ол да түсінікті, ақша табады, отбасын асырайды деген сияқты. Бірақ менің бұл жердегі қойған келген сұрағым, баланың жалпы өсіп дамуына, тәрбиесіне екі ата-ана,
әкесі де анасы да бірдей араласу керек, тең деңгейде. Ана туды екен деп ана жүгіріп жүрмеу керек қой. Дұрыс. Мысалы, дені сау бала дүниеге келсе де, аурушаң бала болып дүниеге келсе де, көп жағдайда жүгіретін әйелдер. Мысалы, ажырасып кетсеңдер де, мысалы, ер азамат атсалысу керек қой. Сізбен байланысы болмай-ақ қойсын, бірақ балаға бәрібір ұлға болсын, қызға болсын әке керек. Осы тұрғыдан сұрағаным ғой. Дұрыс. Қазіргі заманда тек қана ажырасқандарда, мысалда, мынандай отбасыларды көрдім. Ажырасады, сосын әйелдер де балаларын тастап кетіп жатқандар бар. Балаларын тастап кеткен әйелдер бар. Сөйтіп басқа біреуге тұрмысқа шығып кеткендер бар. Сосын ер адамдар бар, балаларын ана болып, әрі әке болып асырап отқандар бар. Сондықтан бұл өмірде ешнәрсеге таң қалуға болмайтын заман болып тұр. Мен ажырасса да анасы баласын тастамай өсіру керек деп ойлаймын. Өйткені ананың энергетикасы, психологияда да әйелдің энергетикасы өте мықты болады екен да. Осы тілекті туғаннан кейін енді мен өте әлсіреп қалдым да. Стресске қатты түсіп, бала да қызықтырмай, сонда қалған кез болды да. Ешкім сөзі де, балам киім әперсе де қызықпаймын, өмір де қызық емес болды да. Сонда маған мынандай бір сөз келді. Баласы жақсы болу үшін анасы мықты болу керек деген. Балаң дұрыс сөзсін десең, анасы мықты болсын деген. Сондықтан қой мен бүйтсем балама беріледі екен, жиналайын деп өзімді өзім алып шықтым. Сосын екінші балам, мен жаңағыдай әлсіз энергетикам төмен болып жүрген кезде, екінші балам ауыра берді, мама дейтін болып кетті, мама. Сосын мықты болсын дедім да, өзімді мықтылайым дедім. Одан кейін сен де мықты бол дедім да, тастап әр жерге содан мықты қылып шығардық. Өзі жүретін болды қазір, таксимен өзі жүре береді. Әйтпесе жабысып қалады, ондай да болады. Сол әйел мықты болса болды екен негізінде. Ал әкелердің жауапкершілігі? Ал әкелер бар ғой, әкелер имандылықты қатты таңдау, имандылық күшті көмектеседі. Имандылықпен жүріп таза жүрсе әйелдің жаман энергетикасы ер адамды жеңіп кетуі мүмкін, бүкіл туыстарымен араластырмай қою мүмкін. Келін болған жерін екіге бөліп жіберу мүмкін. Әйелдің егер несі энергетикасы жаман, ойы пиғылы жаман болса, сол үшін ер адам сәл иман қатты иман күшейтіп, амалымен несін өзін дұрыстаса әйелді жеңе алады. Әйелін өзгерте алады. Өзгертпейді дейді негізі психологтар әйел адамды өзгерту қиын дейді да. Бірақ қатты иманға берілген ер адамдар рухын көтерсе өзгереді. Міне қайда жатыр дейсіз ғой. Мен сөйтіп ойлаймын. Енді сізбен кездеспегелі біраз болды ғой, өзгергеніңіз шынымен де байқалады. Өмірге деген көзқарасыңыз, енді бұл жерде барлық өткен сынақтарыңызды, қиындықтарыңызды ақтарып айтқым келген жоқ. Себебі сіздің қазіргі кейпіңізді, қазір позитив болып жүргеніңізді, қандай қызметте жүргеніңізді, бала тәрбиесіне деген көзқарасыңызды көбірек білгім келді да. Бірақ қандай да болса да, сіз өте нәзіксіз. Сіз әйел ретінде бақыттысыз ба? Сіз үшін әйел бақытты деген не? Мен бар ғой, бақытты деген сөзді барлық адам, жарық дүние көрген адам бәрі бақытты деп айта аламын. Өйткені біз қара түнектен жарық өмірге, Құдайдың қалауымен жарық еткен өмірге келдік та. Енді бақытсыз ешкім жоқ негізінде. Бақытсыз деген сөзді айтуға болмайды. Мен бұрын енді мүмкін бақытсыз болам деген сөз айтпағам, бірақ шын бақытты сезінген жылым осы биылғы жаз болды. Психология қатты кіріп, өткен қателіктерімнің жауабын тапқан кезде болды. Қазір мен психологиялық терапиялар тобымен өткіземін, психологтармен жұмыс істеймін ғой. Психолог деген көп өте. Негізі нағыз психология біздің ата-бабамыздың ұстанған дінімен, хадисінде екен. Мысалы, психологтар психологпын дейді да, и сөйлесе келгенде менің білетін нәрсемді білмей отырады да, сонда ойладым. Нағыз психология Құранда екен ғой, ата-бабам жүрген жолда екен ғой деп, өзімді бақытты сезіндім.
Бүгін енді психология туралы көп сөз қозғадық қой. Психологтар былай айтады екен. Әйел адамның бақытты болуы оның тікелей отбасына, бала шағасына, жолдасына байланысты емес. Әйел адам ол да адам. Және әйел адамның да, ер адамның да бақытты болуы оның жанындағы адамдарға байланысты емес. Сондай. Өз-өзімен бақытты болуы, өз-өзін тыңдауы, өсуі, дамуы. Осы тұрғыдан сіз өстіңіз, дамыдыңыз, кәдімгі өзгеріс байқалады сізде. Рахмет, Анна ханым, әдемі сөзін ау, қабылдадым. Мен бар ғой, бұрын жаңа өзімнің нем төмен, мен бір түрлі жол болғыш адам емеспін деп өзімді тастап жүрген кезде, сен керемет сұлусың ғой, сен әдемі, дауысың күшті ғой деген сөздерді де қабылдамағам ғой. Сонда негізі Құдай адамдар арқылы сөйлейді екен да. Қабылдау керек екен. Қабылдаңыз, шын ниетпен, шын көңілмен. Жаңағы сөзіңізді де қабылдадым, рахмет сізге. Сіз де психолог болып қалыпсыз. Мамандығымыз сондай. Енді өмірімдегі ең бақытты жыл деп айтып жатсыз ғой. Бақытты жылдардың бірі деп биылғы жылды айтып жатсыз ғой. Енді санаулы күндер қалды, Алла қаласа, енді біреу тойлайды, біреу тойламайды десе де, енді календарь солай, уақыт өзгереді. Алла қаласа 2025 жылды қарсы аламыз. Біреулер бір мақсат құрады, жоспар құрады деген сияқты. Осы жылды қорытындылайық. Келер жылға қандай ойыңыз, қандай мақсатыңыз бар? Ашық түрде айтпасаңыз да, мүмкін діттеген бір жерлеріңіз бар шығар, осыған жеткім келеді дейтіндей. Мен осы емдеу орталығының жұмысын жүргіздім. Сонымен маған кейбіреулер айтады, сен әншіліктен қатты танымал болып бүйтіп Қазақстанды араламасаң да, адамдарды емдеу жағынан қатты танылдың ғой дейді да. Сол арқылы қатты танылдың ғой дейді. Халықпен жақын байланыста болдың ғой дейді да. Түрлі аурулар, бүкіл көрмеген ауру жоқ қой, енді біз көрмеген. Енді маған халық айтады. Жеке өзіңнің бір бизнесіңді қалыптастырмайсың ба деген сөз көп айтты. Сол сөз қабылдадым да, соған жоспар қойдым. Балам, менің осы медицина жұмысымның да жүруіне баламның қойған атымен емдеу орталығы деген. Баламның ашып берген Инстаграм парақшасымен дамыдым. Енді балам менің болашақ жеке бизнесіміздің дамуына да көмектесетін шығар деген үмітпен соны бастаймыз деп отырмыз. Бұйырса, ал енді өнерді, әншілікті тастап кетпеңіз, көргіміз келеді әлде сізді сахнада? Осы сөздерді де ести бастадым. Енді мен адамның жанын әнмен емдейтін психологиялық әндер айтамын деп шештім. Өйткені мен ән айтсам, соңғы кезде мысалы кептеліс деген әнді, өмірдің кептелісіне Алматыда кептелісте келе жаттым да, кептеліс деген ән ойыма түсті. Тапсырыспен жазып айтсам, тыңдаған кезде бәрі не деген ән, ой деп қалады да жаңағы әнді, жүрекке әсер етті. Кептеліс қарашы Алматы қаласы, шыдасаң алға өтесің. Кептеліс туса да сабыр ет бір шама, бақытқа түбі жетесің. Адамның өмірінде кептеліс болуы мүмкін, бірақ жүрегінің дүрсілін тыңдап кішкене сабыр етсең, түбіне жетіп бақытқа жетесің деген сияқты әндер жазсам деймін тағы да. Керемет, мағыналы әндер қазіргі таңда шынымен де өте аз, көбісі әуенге мән береді де, сөзіне мән бермей қалатын тұстары бар. Сіздің айтатын әніңізде, жасап жатқан ісіңізде мәнді, сәнді болсын, сахнадан сізді көре берейік, көрінбей кетпеңіз, жақсы істі қолға алған екенсіз. Кез келген адамның қолынан келе бермейтін нәрсе ол адамның көңіліне қарап сөйлеу, оған бір себепкер болып емделу, дертінен айығу деген сияқты. Сондықтан егер де осы бағытты таңдаған болсаңыз, демек Құдай сізді соған жіберіп тұр деген сөз ғой. Мүмкін сіздің өмірдегі миссияңыз сол шығар. Бірақ әнмен де емдеңіз, көптеген жандардың жанында, жүрегін. Бүгін уақыт бөліп, көңіл бөліп келгеніңізге көп рахмет. Сізбен тілдескеніне өте қуаныштымын. Аз болып қалды, негізінде көп сұрақ әзірлеген болатынмын. Келесі ретке қалдырайық деп ойлаймын. Бүгінге жеткілікті сияқты. Мен үшін бір Ләззат ханым ерекше ләззат сыйлады бүгінгі сұхбатта. Рахмет, Анна ханым. Мен сізден қатты жақын былай отырып сөйлеспеген ғой. Бірақ бүгін сізбен сөйлесіп, негізінде адамның бойында жаңағы өткен өміріне деген реніштері, бұлықтар шешілген кезде кішкене сенің жаныңды түсінетін адамдар кездесе береді екен. Сіз менің жанымды түсінетін адамның біреуі болып саналасыз. Рахмет сізге шақырғаныңызға.
сізге сұхбатқа келіскеніме де қуаныштымын өте. Рахмет. Енді барша біздің көрермендерді келе жатқан жаңа жыл мерекесімен құттықтай кетіңіз, өзіңіздің тілегіңізді айтыңыз. Құрметті көрермендер, келе жатқан 2025 жыл бәріңізге құтты болып келсін, берекелі болсын, мерекелі болсын. Ең бастысы ауырмайық, денсаулықты күтіп, дұрыс тамақ ішіп, бала шағаларыңыздың қызығын көріп жүріңіздер. Аумин, айтқаныңыз келсін. Жақсылықта жүздесейік. Бүгін бізде қонақта болған өздеріңіздің сүйікті қыздарыңыз, керемет әнші, тамаша адам деп айтсам артық болмас, Ләззат Байырбекова. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Жақсы жаңалықтарымыз көп болсын. Рахмет, Анна ханым. Рахмет сізге. Нағыз психолог екенсіз өзіңізде. Рахмет. Көп рахмет.